Мақта қыз бен мысық. Бұл екеуі дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз «Келмесең келме» деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп «Неге шақырдың?» деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық «Ендеше қатығыңды төгем» дейді. Мақта қыз «Мен құйрығыңды кесіп аламын» дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық апа, құйрығымды берші» дейді. Мақта қыз «Менің қатығымды төле». Мысық сиырға барады. «Сиыр, мяу, маған қатық берші» дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші» дейді. Мысық ағашқа барып ағаш, жапырағыңды берші» дейді. Ағаш «Мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін» дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, мяу, маған су беріңдерші» дейді. Қыздар оған «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз» дейді. Мысық дүкенге барады. «Әй, дүкенші, маған сағыз берші» дейді. Дүкенші «Маған жұмыртқа бер» дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші» дейді. Тауықтар «Ко, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз» дейді. Мысық «Енді не қыламын» деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. «Жаныңның барында айт, мяу, үйіңде не бар?» дейді. Тышқан қорыққаннан «Үйімде бір табақ тарым бар» дейді. Мысық «Маған бір уыс тары бер, мяу» дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Ал қыздар мысыққа су береді. Суды апарып мысық ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр оған қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді.